Сәлеметсіздер ме? Бүгін YouTube басқанымда осыны өзбектің машһурдасын. Алдымен бізге 200 грамдай ет, картошка, сәбіз, пияз керек болады. Қазанымызды қыздырып, майымызды құйып аламыз. Майымыз қызғанша сәбізімізді, пиязымызды турап алатын боламыз. Сәбізімізді осылай майдалап көбейтіп кетеміз. Майымыз қызды, пиязымызды салып аламыз. Жақсылап араластырып, қызарғанша пиязымызды қуырамыз. Piyazımız қуырылды. Енді үстіне етімізді салып, оны да жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Картошкамызды да осылай көбейтіп, майдалап турап, ыдысымызға салып, тұндырып қоямыз. Сәбізімізді саламыз етіміздің үстіне. Оны да жақсылап қуырып аламыз. Және мен укроп қостым. Сіздер өз қалауларыңызша дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Және томат пастасын 2 ас қасық қостым. Енді осы қазанымызға 2 литр су құйып аламыз. Қазанымыз қайнағанша 150 грамм мәшімізді дайындап қоямыз. Қазанымыз қайнағанда лавр жапырағын қостым. Және мәшімізді жақсылап жуып, енді қазанымызға саламыз. Және мәшіміз лезіліп піскенге дейін қазанымызды қайнататын боламыз. Қазан қайнап жатыр. Осылай бұл езіліп мәжіміз пісу керек.
Енді 150 грамм күрішімізді дайындап қоямыз. Қайнаған қазанымызға картошкамызды саламыз және күрішімізді жақсылап жуып күрішімізді осылай машымыз сияқты езіліп піскенше қазанымызды қайнататын боламыз. Біздің тамағымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Өте дәмді, тез дайын болады және асқазанға жеңіл тамақ.